Қайырлы күн, құрметті көрермендер, ТВК телеарнасында күндізгі жаңалықтар, тізгінші Таңшолпан Арманқызы. Кәсіпкерлік дамуға даңғыл жол ашатын бірден бір кәсіп. Осыны ескерген Атамекен стартап қоғамдық қоры жас кәсіпкерлер арасында байқау жариялады. Онда 70-ге жуық кәсіп иелері бақтары мен баптарын сынауда. Бизнес жоспарларын таныстырып, оны қорғап шыққандар әрине марапатқа ие болмақ. Байқау жайында толығырақ тілші баяндайды. Байқауға келген қатысушылар өздерімен бірге бизнес жоспарын алып келіп, сол күннің соңына дейін үміткерлер арасынан команда жинауы тиіс. Байқауда ұсынылатын жобалар тақырыбына шектеу қойылмаған, таңдаулы топтарға берілетін сыйақы қорда қомақты. Жеңімпаз 600 мың теңге иемденеді. Конкурс барысында қатысушыларға бизнес жоспар жасау, оны қалай зерттеу, оны толығымен қорғау, сондай тағысын тағы нәрселерді үйреніп, ең соңында қатысушыларға 100 мыңнан 300 мыңға дейін грант беріледі тегін. 2012-2013 жылдар аралығында бұл жобаға қатысқандардың саны 5 мыңды құраған. Соның бірі шымкенттік Назгүл Нысанбекова өткен жылы байқауда бағын сынап, біраз жетістіктерге жетіпті. Бизнес жоспарын жүзеге асыру мақсатында ол біраз еңбектеніп, жобасына инвестор тартқан. Тек соңғы сәтте ғана оған жасының кішілігі кедергі келтіріпті. Бірақ ол биылғы жылда байқауға жаңа бизнес жоспармен келіп, жеңімпаз атануға ниетті. Яғни жоба өзім үшін өте қызықты. Осы конкурстан жүлделі орын аламыз деген ойдамын. Инвестор тартуға да мүмкіндіктер болады деген сенімде. Өткен жылғы жоба бойынша біз инвестор таптым. Яғни ол кісімен бірге лицензия алуға дейін бардық. Бірақ өзімнің жасымның және тәжірибемнің аздығына байланысты жобаны тоқтатып отырмын. Өйткені ол өте үлкен проект. Атамекен стартап қоғамдық қоры ұйымдастырған байқаудың жеңімпаздары жарыстың 2-ші күнінде марапатталады. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Қанат Ноғайбаев, Сұлтан Бақытжанұлы, ТВК телеарнасы.